Адам белгілі бір мөлшерде қарыз болуы мүмкін. Мысалы айтайық, балиғат жасына жеткен кезде, содан бері қарай, мысалы бүгінгі күнге дейін ораза ұстамаған болса, мойнында қарыз болып тұра береді. Десе де, сол қарыздарды ұстамаған адамның, яки өткен жылғыдан оразасы қалса, оны елдің ішіне Рамазанға дейін төлеп бітіре алмадым, яғни орын толтыра алмадым деп, биылғы оразаны ұстай аламын ба, ұстай алмайын ба деген талас жиі жүріп жатады. Сондықтан айтқан болар едік, ораза Рамазан айы келсе, оразаңызды ұстайсыз, және қабыл болсын, мойныңызда қарыз болып тұра береді. Тура сол сияқты осы оразаны ұстаған кезде және үзіліп қалатын жағдай болатын болса, онда кейінірек барлық күндерді толтырасыз. Мына Рамазан айы бұл толық бір айлық құлшылық. Бұл өзінің мәресіне жету үшін сол толық бір айы толық ұсталыну керек. Бір айлығымыз кейде 29 күн болады, кейде 30 күн болады, айдың туынуына сай. Оны Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы белгілеп береді. Сондықтан осы бір айлық кезінде үзіліп қалған болса, оны айттан кейін қалаған уақытта өтегеніңіз жақсы. Десе де, бір жылдың ішінде өтелгені сауап, яғни дұрысырақ болады. Неге? Өйткені қарыздың үстіне қарыз жамаған жақсы емес. Енді сілекейменен жалпы ораза бұзылмайды, десе де көп адамдар жұтпай жүргендерді көреміз. Әсіресе бұл оқушыларда жиі кездеседі екен. Сабақта қағаздан немесе өзіне құты жасап, стақан тәрізді, соның ішіне түкіріп жүрген адамдар бар. Және өзі ораза ұстаған адам жиі сөл бөлінеді. Сондықтан өзінің сілекей бөлгендіктен қайта-қайта көрінген жерге түкіру бұл үлкен әдепсіздік болады. Дінімізде нақ айтылғаны сілекейді жинап жұтуға болмайды аузына. Бірақ өзінің сілекейі келгенде жұтылса, одан ораза бұзылмайды. Бұл жердегі мәселе жұтпай жүрген адамдарға айтарымыз, емін-еркін жұта беріңіз. Өзі жиі де айтып жүрміз ғой, жұтпай жүрген адам біреу-ақ екен, өзі бар болғаны, оған рұқсат бердік, сондықтан ораза қабыл болсын. Сілекей оразаны бұзбайды. Ислам діні негізі 5 қазыққа байланады. Біріншісі жаратқан Аллаға сену, екіншісі намаз, күнделікті 5 уақыт, үшінші Рамазан қасиетті ай келгенде ораза ұстау бір айлық, және бай-бақуатты адамдар зекет беріп, бесінші өмірінде бір рет Меккеге қажылыққа бару. Соның ішінде Рамазан айындағы ораза ол өзінше дара парыз, 5 уақыт намаз өзінше теке парыз. Бірақ десе де барлық құлшылыққа жаратқан Аллаға сенім, иман әуелгі бірінші парыз. Енді елдің ішіндегі намаз бенен оразаны қосып ұстаған әлбетте артығырақ, сауабы да, дәрежесі де, мәртебесі де құлшылықтың бәрін бірге атқарған болады. Десе де, жаңадан үйренген адам Аллаға сенгеннен кейін намазды оқымайтын адам ораза ұстауына болады, сауабы болады, қабыл болсын. Көп адамдар солай жасап жатады, ораза арқылы келеді намазға. Сондықтан бұндай адамға сенікі қабыл емес деп айтқанша, оразаңыз қабыл болсын деп қайта қуантып, үмітін артып қойған әлде қайда сауапты іс болады.